Всем салем, кто решил изучать казахский язык. Для этого видеоурока я подготовила для вас задание. Выполняя это задание, вы узнаете, насколько вы помните слова, которые я давала в рамках этого канала, и специфические звуки казахского языка. Вместо точек нужно будет поставить соответствующие буквы. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои уроки. Ставьте лайк. Приступаем к уроку. Задание такое. Вместо точек нужно будет поставить нужную букву. Это в основном специфические звуки казахского языка. Дыня. Какую букву поставим? А или Э? Дальше в этом видео я буду говорить на казахском. Ойланамыз, думаем. Бұл сөзде А әрпі қойылады. Қауын, дыня, қауын. Вкусный сөзінде қай әріпті қоямыз? Аны ма, әлде әні ме? Ойланамыз. Бұл сөзде біз Ә әріпін қоямыз. Дәмді. Келесі сөз рассказ. Қай әріп қойылады? А ма, әлде Ә ме? Ойланамыз. Рассказ қазақша әңгіме болады. Әңгіме, Ә әріпі қойылады. Келесі сөз тяжелый. Қай әріпті қоямыз? Аны ма, әлде әні ме? Ойланамыз. Тяжелый, ауыр. А әріпі қойылады. Ауыр. Келесі дыбыстар бізде, келесі әріптер бұл О және Ө әріптері. Мысль. Қалай болады қазақша? О ма, әлде Ö ме? Мысль қазақша ой. О әрпі қойылады. Келесі сөз жизнь. Ö ме, әлде О ма? Ойланамыз. Жизнь, өмір. Ö әрпі қойылады, я? Келесі сөз веселый. О ма, әлде Ö ме? Қай әріпті қоямыз? Ойланамыз. Веселый, көңілді. Ö әрпі қойылады, я? Келесі сөз игра. О ма, әлде Ö ме? Ойланамыз. Игра, ойын. О әрпі қойылады, я? Келесі әріптер бұл О және Ö. Мягкий сөзінде қазақша біз қай дыбысты қоямыз? О әріпін бе, әлде Ö әріпі ме? Ойланамыз. Мягкий, жұмсақ. О әріпі қойылады, я? Келесі сөз виноград. Қай әріпті қоямыз? О ма, әлде Ö ме? Ойланамыз. Виноград, жүзім. Жүзім. Ö әріпі қойылады, я? Келесі сөз длинный. Қай әріпті қоямыз? О, әлде Ö? Ойланамыз. Длинный, ұзын болады. Ұзын. О әріпі қойылады. Келесі сөз муж. Бұл сөзде біз қай әріпті қоямыз? Ойланамыз. Муж, күйеу. Ö әріпі қойылады. Келесі әріптер бұл Ы және Э әріпі. Горячий.
қай әріпті қоямыз? Ойланамыз. Горячий, ыстық, ыстық, әріпі қойылады, я? Келесі сөз сильный. Қай әріпті қоямыз? Ма, әлде ма? Ойланамыз. Сильный, күшті, күшті, әріпі. Рис. Қай әріпті қоямыз рис сөзінде? Ма, әлде ма? Рис, күріш, күріш, әріпі қойылады, я? Келесі сөз родственник. Әріпі ме, әлде әріпі ме? Ойланамыз. Родственник, туыс, туыс, әріпі қойылады, я? Келесі әріптер к және қ. Высокий сөзінде біз қай әріпті қоямыз? К әлде қ ма? Ойланамыз. Высокий, биік, биік, к әріпі қойылады, я? Келесі сөз умный. Бұл сөзде қай әріпті қоямыз? К ма әлде қ ма? Ойланамыз. Умный, ақылды, ақылды, қ әріпі қойылады, я? Келесі сөз старый. К ма әлде қ ма? Ойланамыз. Старый, ескі, к әріпі қойылады, ескі. Келесі сөз короткий. К ма әлде қ ма? Короткий, қысқа, қысқа, қ әріпі қойылады. Келесі әріптер н және ң әріпі. Легкий. Қай әріпті қоямыз? Н ма әлде ң ба? Легкий, жеңіл, жеңіл, ң әріпі қойылады, я? Келесі сөз большой. Қай әріпті қоямыз? Ойланамыз. Большой, үлкен, үлкен, н әріпі қойылады, я? Келесі сөз стул. Қай әріпті қоямыз? Н әріпі ме, әлде ң әріпі ме? Әрине, стул орындық болады, я? Н әріпі қойылады, орындық. Толстый сөзінде біз қай әріпті қоямыз? Н ма, әлде ң ба? Толстый қалың болады, я? Қалың, ң әріпі. Келесі әріптер бұл г және ғ. Дерево сөзінде біз қай әріпті қоямыз? Г-ны ма, әлде ғ-ны ма? Ойланамыз. Дерево, ағаш, ағаш, ғ әріпі болады, я? Келесі сөз 8. Қай әріпті қоямыз? Г ма, әлде ғ ма? 8, 8, 8, г әріпі қойылады, я? Келесі сөз парень. Қай әріпті қоямыз? Ойланамыз. Парень, жігіт, жігіт болады. Г әріпі қойылады, я? Келесі сөз мне. Қай әріпті қоямыз? Г әлде ғ? Ойланамыз. Мне
Маған. Маған. Г әрпі қойылады, иә?